Армысыздар достар, бүгін сіздерге түсіндіретін тақырыбым Present Perfect Continuous тақырыбы. Сіздермен бірге Диас Жорабеков. Кеттік. Present Perfect Continuous тақырыбын түсіну үшін біз мынандай бір график сызуымыз керек деп ойлаймын достар. Осы график арқылы мұқият түсінетін боламыз. Қараңызшы, Present Perfect Continuous тақырыбында бір әрекет өткен шақта басталады. Және ол әрекет осыған дейін жалғаса береді, яғни осы уақытқа дейін жалғаса береді. Біз сол әрекеттің бітпегендігін байқаймыз. Көрдіңіз ба? Егерде еске түсіретін болсақ, present perfect-тің өзі, мынау continuous-қа дейінгі тақырыптың өзі кішкене өзгешелеу болады. Ол қандай еді? Әрекет өткен шақта past деп қойып мына жерге. Өткен шақта әрекет болды. Осы шақта present деп қойып мына жерге. Осы шақта сол әрекеттің біз нәтижесін көреміз. Result. Тек қана нәтижесін көреміз. Және ол әрекет осыған дейін жалғасып жатуы шарт емес. Біз тек қана нәтижесін көріп жатсақ өткен әрекеттің, онда соны present perfect-пен баяндайтынбыз. Ал present perfect continuous-та негізгі мәселе өткен шақта басталған әрекет бітпеу керек осыған дейін. Ол өткен шақ деп отқан нәрсеміз міндетті түрде 100 жыл бұрынғы, 10 күн бұрынғы, 5 күн бұрынғы зат болуы шарт емес. 1 секунд бұрынғы, 10 секунд бұрынғы әрекетте болуы мүмкін. Айырмашылығы жоқ. Қазір техникалық тұрғыдан қалай сөйлемдерді құрауымыз керек, осы туралы түсіндіретін боламын. Түсінесіз сол кезде. Қараңызшы. In present perfect continuous, the speaker is thinking about something that started but perhaps did not finish in that period of time. So the action started in the past. Әрекет өткен шақта басталды, бірақ дейді, возможно дейді, яғни шамамен дейді, ол әрекет әлі күнге дейін біткен жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Әрекет жалғасып жатыр. Also, he or she is interested in the process as well as the result. And that this process may still be going on or may have just finished. Айтады, сөйлеуші дейді, осы present perfect continuous-ты қолданған кезде, бұл әрекеттің өткен шақтан бері осыған дейінгі жалғасып келе жатқандығын ашық айтқысы келеді дейді. Және дейді, ол әрекет жалғасқандығымен қоса, қазірге дейінгі нәтижесін де баяндағысы кеп тұр дейді. Сол баяндағысы кеп тұрғандықтан осы present perfect continuous-ты қолданады дейді. Және ол әрекет дейді, осы уақытқа дейін бітіп қалуы да мүмкін, бірақ біткенде де только недавно, 1 секунд бұрын, немесе кішкене уақыт бұрын ғана біткендігін көрсетеді. Қараңызшы, теориядан практикаға өтейік. Actions that started in the past and continue in the present. Өткен шақта басталған әрекеттер осы уақытта да жалғасып жатса. She has been waiting for you all day. And she's still waiting now. Ол деген сөз, сөйлемнің аудармасы не деген сөз? Ол сені дейді күні бойы күтіп отыр. Көрдіңіз бе? Әрекет күннің басында басталды. Қазір кеш батқан уақыт болуы мүмкін, түн уақытысы болуы мүмкін, айырмашылығы жоқ. Адам сізді таңнан бері немесе күні бойы сізді күтіп отыр екендігін дәлелдеп түсіндіріп айту мақсатында осы present perfect continuous-ты қолданады. She has been waiting for you. Енді қараңызшы, I've been working on this report since 8 o'clock this morning. Мен дейді, мынау report бойынша дейді, таңертең сағат 8-ден бері жұмыс жасап отырмын. Қазір сағат 12 болуы мүмкін, кешкі 7 болуы мүмкін, айырмашылығы жоқ. Бірақ таңертең 8-ден бері процестің барлығы әлі күнге дейін жалғасып келе жатқандығын айтып жатыр. 8 AM таңертеңгі уақыт, осы уақыттан бері қазірге дейін жұмыс жасап жатқандығын ашық түрде айтып жатыр. Түсіндіңіз бе? Осы кезде біз present perfect continuous қолданамыз. They have been traveling since last October and they are not home yet. Бұл не деген сөз? Олар дейді өткен қазан айынан бастап әлі саяхаттап жүр деген сөз. Яғни қазір мысалы мамыр айы болуы мүмкін, сәуір айы болуы мүмкін, наурыз айы болуы мүмкін, 4-5 ай қатарынан олар әлі күнге саяхаттап жатыр деген мағынаны білдіреді. Түсіндіңіз, Осы жерде біз present perfect continuous қолданамыз. Қараңызшы, actions that have just finished but we are interested in the results. Әрекеттер дейді, тура қазір біткен әрекеттер, бірақ та біз әлі сол біткен әрекетке қызығушылық танытып жатқан кезде осындай сөйлем құраймыз. Қараңызшы. She has been cooking since last night. Ол дәл қазір тамақ істеп жатпауы мүмкін. Не дейді? Ол дейді кеше түнгі уақыттан бері әлі осы уақытқа дейін тамақ істеп келе жатты дейді. Яғни тамақ істеп жатты дейді.
біз қазір столдың бетінде әдемі дәмді тамақтарды көріп тұрмыз. Не дейміз? Кеше түннен бері тамақтарды жасап жатыр дейміз. Бірақ дәл қазір жасап жатпауы мүмкін адамның. Біз нені көрсеткіміз келіп тұр? Адамның толассыз еңбектенгендігін басып айту мақсатында осы present perfect continuous'ты қолданып жатырмыз. Қараңызшы. It's been raining. It's been raining. It has been raining-ның қысқаша формасы. Бұл жерде де and the streets are still wet. Біз бұл жерде не көрсетіп тұрмыз? Біраз уақыттан бері жаңбырдың жауып тұрғандығын байқатып тұрмыз, көрсетіп тұрмыз. Someone's been eating my chips. Біреу дейді, менің чипсыларымды жеп отқан секілді дейді. Яғни жеп отыр менің чипсыларымды дейді. Қазір өйткені чипсы тұрған пакеттің ішінің жартысы бос тұр. Яғни біреу өткен уақыттан бері чипсымды жеуді доғарған жоқ дегенді білдіргісі келіп тұр. Ол жерде де біз present perfect continuous'ты қолданамыз. Енді құрылымына назар аударайық. Қалай present perfect continuous жасалынады? Ол жерде алғашқыда бастауышқа have немесе has көмекші етістіктер жалғанады. Одан кейін міндетті түрде been деген сөз жалғануы керек. Одан кейін барып етістікке біз ing деген жалғау жалғаймыз. Қараңызшы, болымды сөйлемдер қалай жасалады? She has been running. Немесе қысқаша түрде has дегенді апострофпен s арқылы жазуға болады. She's been running. Болымсыз сөйлемдерде she hasn't been running. Сұраулы сөйлемдерде has she been running? Ол жүгіріп жүрме. Interrogative negative дейді, яғни сұраулы болымсыз сөйлемдер. Hasn't she been running деп сұрақ қойылады екенбіз. Енді қараңыз, мысал ретінде мынау to live деген етістікті алып жіктеп көрейік. I have been living. Мен өмір сүріп жүрмін, немесе мен тұрып жүрмін. Белгілі бір мекенде тұрып жүрсеңіз, осылай айта аласыз. You have been living. Сен тұрып жүрсің. He, she, it has been living. Яғни he, she, it-тен кейін міндетті түрде has келеді. We have been living, you have been living, they have been living. Болымсыз сөйлемдерде have, has-ға not жалғана салады. Сұраулы сөйлемдерде көмекші етістік have немесе has бастауыштың алдына шығып кетеді. Бастауыш бізде мынау сөздер. I, you, he, she, it деген сөздер. Түсіндіңіз, Осылайша біз present perfect continuous'қа сөйлемдер құрай аламыз. Кейбір етістіктеріміз бар екен, достар. Мынандай етістіктер. Know, hate, hear, understand, want деген етістіктер. Бұлар өзінен кейін ing жалғауларын алмайды. Сол себепті бұл сөздерменен біз present perfect continuous сөйлемдерін құрай алмаймыз. Бұл сөздерге келген кезде біз тек қана present perfect simple формасындағы сөйлемдерді құрастыра алады екенбіз. Present perfect simple'дың формуласы бізде have немесе has және осы көмекші етістіктерден кейін етістіктің үшінші формасы, егер де дұрыс етістік болса, онда ed деген жалғау жалғайтын едік. Енді осы формулаға сәйкес жасалынған сөйлемдерге назар аударсақ, I have wanted to visit China for years. Мен Қытайға баруды бірнеше жыл бойы қалаған едім деген мағына. Бірнеше жыл бойы қалаған едім деген сөз. She's known Robert since she was a child. Ол Робертті бала кезінен бері танитын дейді. I've hated that music since I first heard it. Мен бұл әнді, бұл музыканы бірінші тыңдағаннан бастап жек көрдім дейді. Көрдіңіз ба? Сол жерлерде біз ing жалғамаймыз. I have hating деп айтуға болмайды. I have hearing деп айтуға болмайды. We have understanding деп айтуға болмағандықтан, бұл етістіктер ing-ді алмайтын болғандықтан, біз тек қана present perfect simple мен шектеледі екенбіз, достар. Жалпы алған кезде present perfect continuous тақырыбы осындай. Сіздерге қысқа нұсқа түсіндіріп беруге тырыстым. Сұрақтарыңыз болса, кез келген уақытта комментарийға жазып немесе жекеге хабарлассаңыз, сізге түсіндіріп беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлематты болыңыздар.